Алыста қалған балалық шағым, ойымнан жарғақ сартоны қаудырлаған тобы тайған сол аяғын сүйгіретін шербен ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсарған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырған дөге жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз жіңішке дауыспен: "Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертегі айтамын" деген жалынышты үнін естім. Азамат Иманов ашынады. Бұл Аян ол қаладан ауылға әжесінің үйіне келді. Оның әкесі соғысқа аттанып, содан кейін оның анасы 2 күннен кейін қаза болды. Осы ауылға әкесін соғыстан күту үшін келді. Аян өте ақ көңіл, сабырлы, ақылды бала. Оның ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтін еді. Әрине қорыққанынан емес, ақылдылығынан. Менің көкем де жоқ, апам да жоқ. Сондықтан төбелессем әжем ұрсады ғой. Ол ауылдағы балалармен тез қоян-қолтық араласып кетті. Ауылдағы балалар үшін ауылға жаңа баланың келуі мереке еді. 3-4 күннен кейін қышынып, біреумен қырылғысы келіп жүрген Есікбай Аянға тисе бастады. Басында Аян қашқақтап жүргенімен Есікбай қайта-қайта қоймағасын, бір күні Аян Есікбаймен төбелеседі. Төбелестің басында Есікбай ұтып жатқанымен, бәрібір соңында Аян Есікбайды жерге аңқ еткізген соң, Есікбай орнынан тұра алмай жатып қалып, Аян ұтады. Осы төбелестен соң Аянға ешкім тиіспейтін болады. Күзде оқу басталып, Аян 1-ші сыныпқа барады. Аян зеректігімен 1-ші күннен ақ көзге түседі. Ағайдың тақтаға жазған әріптерін қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Бір күні ол сыныптастарына былай дейді: Барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен? Шіркін, ағама хат жазар едім. Сабырлы бол бала, бәрі уақытында үйренесің. Иә, мұғалім. Сол кездегі соғыстағы ағаларына хат жазу барлық балалардың арманы еді. Соны сезгендей ағайы оларға тезірек хат танытуға бар күшін салды. Солай 1-ші сыныптың балалары 1 айдың ішінде 1-2 сөзді құрап жаза алатын халге жетті. Ал Аян тіптен хат жазуды толық меңгеріп алып, майдандағы ағасына күніне 1-2 хаттан жазып жүрді. Ол хаттарды өзінің атынан, кейде әжесінің атынан жазып жүрді. Бірде Аян мал қайырып келе жатып өгізді үйретемін деп үстінен құлап түсіп тобығын шығарып алады. Содан кейін кете болды, Аянның тобығы шығып кете беретін болып кетті. Аян өзімен жасты балалар ойнап, алысып жолысып ойнап жатқанда сырттарынан бақылап тұратын болды. Қыста балалар таудың етегінен сырғанап ойнап жүргенде Аян тобығын 3-ші рет шығарып алып, бұл жолы үйінде ұзағырақ жатады. Балалар, зырғанайық. Иә, жылдам. Вау, қандай жылдамдық. Жарайды, кеттік. Қар шашырап жатыр. Тау етегінде кездесеміз. Бұл өте қызық. Иә, керемет болды. Бірде балалар ойнап жатқан кезде бүкіл ауылды селт еткізген ащы дауыс естиді. Бұл жоқтау айтқан дауыстар. Балалар сол дауысқа жетпей жатып, Аянның әжесі өліпті деген хабарды естиді. Сол күннен кейін Аян әжесінің тумаласы Бопай шалдың үйіне көшеді. Аян, ұлыма, мұңайма, біз қазір үйге барамыз. Иә, Аян, шалдың үй жылы, қауіпсіз. Бірақ мен үйімді сағынам. Білеймін, қарағым, бірге боламыз. Кел, от жағайын, жылы болады. Бірақ Аян жыламаса керек. Бірде балалар ертек тыңдайсыңдар ма дейді. Сол кезден бастап Аян ертегішіл болып кетті. Ол өзінің шығарған жетім бала туралы ертегілерін шүрін балаларды ат қораның үстіне жинап айтып беретінді шығарды. Бір күні солай ертегі айтып отқанда қорадан өрт шығады. Неге шыққаны белгілі. Аянның жанындағы балалар сол мезетте не істерлерін білмей қорадан секіріп түсіп қаша жөнеледі. Балалардың ең соңынан Аян секіріп түсіп тобығын шығарып алып сол жерге жатып қалады. Ал балалардың оған қарайлайтын шамалары жоқ. Бір кезде армиядан жақындай келген шолақ қол Тұржан бригадир айқайлап келе жатыр екен. Ол өзі мейірімнен жұрдай еді. Қазір сол Тұржан жүгіріп келген бойда Аянды тепкілей бастады. Аян жылап жатқан жерінен үні өшіп қалды. Тұржан оған қарамастан Аянды тепкінің астына алып жатыр еді. Ауыл адамдары келіп ажыратып алды. Иттің баласы, пәшеске берген қолыңның құнын осы қаршадай жетім баладан алайын деп пең. Ой, есіркі! Осыдан кейін Аян біраз уақыт бойы төсек тартып жатып қалады. Әрине тура мағынасында емес, енді бит ауырып жатыр дегенім ғой. Ағам келеді ғой жақында әлі. Сонда көрсетеді Тұржанға. Бірде балалар екіге бөлініп қаратысып ойнамақ болды. Бірақ бұл ойынға Аянды қоспайды. Содан кейін Аян намыстанып аяғын салдыруға бел байлайды. Оған дейін Аян аяғым ауырады деп сылтауратып бармай жүрген. Шынымен де ауырады екен. Бірақ Аян шыдады. Бірақ амал нешік. Аян бұдан кейін де тобығын тайдыртып алады. Бұл көктемнің кезінде колхоздың жұмысын істеймін деп өгізден құлағандағы жайт еді. Бірде Аян балалар үйіне кеткелі жатыр деген хабар ауыл балаларына жетеді. Шынымен кеткелі жатыр екен. Қарағым, жолың болсын.
Жақсыдан қалған тұяқ ең. Қайда жүрсең аман бол. Адам болсаң тауып келерсің әлі. Рахмет, әже. Шынында да бұл күнде аян қайда екен? Тірі ме екен? Ондай бала тірі болу тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса Жусан төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның иісін сағынбау мүмкін емес қой. Достар, бұл видеода мен Жусан иши шығармасын толық түсіндірдім деп ойлаймын. Видео ұнаса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Тағы қандай кітапты қысқаша түсіндірейін? Пікірге жаз.